Баршаңызға сәлем, мен есім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым әрі дайындалуы тез жасалатын панкейктің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Видеода көріп тұрғаныңыздай, арасы ешқандай да піспей қалмаған. Дәл осы рецепт бойынша сіз де жасап көріңіз. Бізге қажетті заттар осылар. Бұның құрамын осы видеоның описаниесіне жазып қоямын. Ең алдымен айранға ас содасын қосамыз. Айранды кішкене үлкенде ыдысқа салып араластырыңыздар, себебі айран содан салған кезде көпіршіп көтерілуі мүмкін. Енді жұмыртқа мен қантты ешқандай миксердің көмегінсіз ақ венчикпен жақсылап осылай араластырып аламыз. Қанты жақсылап еруі керек. Жақсылап араластырып болған соң сұйық майды саламыз. Бұны да венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді дайындап қойған айранымызды екіге бөліп, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Және бір ас қасық қопсытқышты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай да түйіршік қалмауы керек. Жақсылап араластырып алдық. Біздің қоспамыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай болып шығады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа болып. Алдымен табамызды орташа отта қыздырып аламыз. Кейін бір қасықтан дәл осылай құйып шығамыз. Арасына шоколадты құйып жіберсеңіз де болады. Дәл осылай сарғайып бастаған кезде екінші бетіне алмастырып пісіріп аламыз. Панкейктер пісіп дайын болды. Менің видеом ұнаса лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен Айгерім.